Jump деген керемет ассоциация, жаттықтырушылар ассоциациясымен таныстырғалы жатырмыз. Бұл ассоциация сізге не береді? Бұл ассоциация сізге 10 күн сізбен жұмыс жасаймыз біз 10 күн. 10 күнде 8 түрлі жаттығу. Кімге керек? Бұл жаттығулардың қандай қажеті бар? Интернеттен көріп жүрмін ғой, ютубтан алып жүрмін ғой деген сіздерде ой туындауы мүмкін. Интернетте ақпарат өте көп. Бірақ интернеттегі берілген ақпарат, ол ақпарат күйінше алады. Ал біздің беретініміз сабақ деген. Гүлшат ханым, енді микрофонды өшіруді үйреніңіз енді. Қосуды үйрендіңіз, енді өшіруді үйреніңіз. Гүлшат ханым қосылды, керемет, күшті. Атыңызды айтып, қай қалдансыз? Не қылды интернет? Ал Гүлшат ханым айта беріңіз, қай қаладансыз, қай жерден боласыз? Алматы облысы селосында тұрамын. Қай селода? Алматы облысы? Шамалғанда тұрамын. Станция Шамалғанда. Станция Шамалғанда. Керемет. Назарбаев ауылынан. Мен өзім жұмыс істеймін. Үйдесіз ба, боссыз ба? Жұмыс істеймін дейді. Жұмыс істеймін мен. Мұғалім? Жұмыстамын. Жоқ, мұғалімбіз. Жақсы, қуаныштымыз. Рабочий ғой. Біз енді қазір ақпарат береміз, жақсылап тыңдаңыз. Жақсылап. Ешқандай Мен. Ешқайда көңіл бөлмей, жақсылап тыңдаваңыз. Сізге өміріңізге өте қажет ақпарат. Өміріңізді өзгертіңіз. Ал, сіздің микрофонды өшіре тұрам, ешкім мешайт етпейтін, е? Қосуды үйрендіңіз ғой бағана. Сөйтіп қосып аласыз. Кеттік. Ал қайырлы кеш қонақтары, біздің құрметті қонақтарымыз, сіздерді қазір 1 минут. Біреу звондап жатыр ма? Гүлзат ханым қай жерден боласыз? Таныс отырайық пока. Гүлзат ханым, микрофоныңызды қосыңыз. Мен ба? Гүлзат. Қосылды. Қаскелеңнен, осы жерде Гаухар ханым бар Қаскелеңдікі, как раз. Керемет, қуаныштымыз. Жұмыс істейсіз ғой? Болды. Президент аппаратында ма? Акиматта ма? Болды. Ал енді жақсылап тыңдаймыз. Қазір мықты ақпараттарды естисіздер. Бұл жерге не үшін келдіңіз, қандай бұл жерден сабақ аласыз, қандай білім аласыз, қандай өзгеріс аласыз, соның бәрін қазір айтамыз. Жақсылап тыңдаңыз, Рахмет. Кеттік, Салтанат ханым. Мен естіп тұрмын ба? Естіліп тұр, айбат, жақсы. Естіп тұр, мен что-то телефон лақтырып жіберіп жатыр ма? Ал бастайық, қайттан бастайын. Бастан бастайын, Сіздерді Суперджамп ассоциациясымен, халықаралық ассоциациямен таныстыру үшін шақырып отырмыз. Бұл сізге, бұл ассоциация не береді? Бұл ассоциация деген үлкен қоғамдастық. Бұнда адамдар 75 мемлекеттен
жұмыс істейді. 75 мемлекетте таратылған және 25-26 тілге аударылған. Мыңдаған, миллиондаған адамдар өзінің нәтижесін алып, ризашылығын білдіріп, осы суперджамп жаңа бағдарламаларын 8 жаттығуын елдерге таратып жүрміз. Бәрімізде нәтиже, осы жерде отырған адамның барлығы да өзінің нәтижесін алған адамдар. Ол сізге бұл суперджамптың 8-ақ жаттығу. 8-ақ жаттығу сіздің өміріңізді до и послеға өзгертеді. 8 жаттығуды жақсылап үйреніп меңгеріп алсаңыз, сіз ешкімге, ешқандай коучқа да, ешқандай психологқа да, ешқайда да бармайсыз. Сіз тек қана осы 8 жаттығумен бірге дос боласыз. Сіз адамды өсіретін де орта, өшіретін де орта деген сөзбен келісетін шығарсыздар, иә? Сол өсіретін ортаға келдіңіздер. Бұл жерде дамушы орта бір-бірін мақтап, бір-бірін мадақтап, бір-бірін өсіріп, бір-бірін дамытатын орта, бір-бірімізді мысалға толықтырып дамытып отырамыз. Жаңа осы 1 сағат бұрын ғана кездесіп сабақ өткіздік. Сол сабақтарда 8 күннің ішінде, 10 күннің ішінде 8 жаттығу сіздің өміріңізді до и послеға өзгертеді. Бұл жаттығулар кімге арналған? Бұл жаттығулар қандай көмегін береді десеңіз, 10 күннің ішінде суперджамп жаттығулары сіздің энергияңызды көтереді. Энергияңыз көтерілсе, сіз келген жұмысты істеп тастайсыз, иә? Сіз өсесіз, дамайсыз, мақтау, мадақтау сөздерді үйренесіз. Біз бала күнімізден ондай сөздерді, тыйым сөздер өте көп бізде, иә? Табалдырықты баспа, босағаны керме, қалай, нанды жерге тастама, тыйым сөздер өте көп, бірақ мақтау, мадақтау сөздерін біз деген ұмытып кеткенбіз. Бұл сөздерді естімегелі, бірақ ол сөз әрбір адамның жанына рахат беретін, жанын жадырататын сөздер. Ол сөздерді естіген адам қанаттанып, осы сөзді қашан айтады екен деп, сіз осы сабақтарды сол сөз үшін де ізденіп отырасыз. Сіздің иммунитетіңіз көтеріледі деген сөз, сіз ешқандай аурумен ауырмайсыз, вирустан қорықпайсыз. Өзіңізді өзіңіз ұшықтап аласыз дағы, айтамыз қандай сөз айту керегін. Бір құпия 4 сөз бар, 4 қатар сөз. Сол сөздерді біліп алсаңыздар, болып жүре бересіз. Сіз осы арада өмірге келген өмірдің мәнін, ұлы мақсатыңызды табасыз. Неге келдім? Мен бұл жерге, бұл әлемге не үшін жіберді Алла тағала деген сұраққа сіз осы арадан жауап табасыз. Өмірдің мәні беру ғой, иә, беру. Өз Құранда да жазылған ғой, беру. Сізде білім бар, сізде жеткілікті тәжірибе бар, өмірден алған сіздің талай тәжірибеңіз бар, соны бөлісу керек. Міндетті түрде ол мұғалім, дәрігер болудың қажеті жоқ. Әрбір адам даналық жасқа келгеннен оның өзінің бөлісетін ақпараты бар. Тек қана сіз өзіңіздің потенциалыңызды аша алмай тұрсыз, сіздің сүйіктісіңізді таппай тұрсыз. Сіздің қажетті точкаңызды осы сабақтарда басып жіберсек, сіз өзіңіздің ұлы мақсатыңызды тауып, сізде елдерменен өзіңіздің бар білгеніңізбен бөлісе бастайсыз. Ұлы мақсат, өмірдің мәні деген сол, иә? Сіз өзіңізге дамушы орта табасыз. Бәрібір 40-қа келген адам 50-ге келеді, 50-ге келген адам 60-қа келеді, 60-қа келген адам 70-тен асып 80-ге жетеді. Сол кезде 60 жасқа келгенде, ой, не істеймін деп, қазір бұрынғыдай апаларымыз ұршық үйірмейді, құрақ құрамайды, иә? Бір нәрсемен айналысу керек қой. Сонда осындай орта керек. Дамушы орта керек. Сіз өзіңіздің қарым-қатынастарыңызды дұрыстайсыз. Ең бірінші өзіңізбен өзіңіз қарым-қатынасты дұрыстайсыз. Отбасыңыздағы бала шағаңызбен қарым-қатынасыңызды дұрыстайсыз. Жолдасыңызбен қарым-қатынасыңызды дұрыстайсыз. Әрбір адамның ішінде қазір 1040 сұрақ бар. Сол 1040 сұрағыңызға 1041 жауапты осы суперджамптан аласыз. Сізге 1000% гарантия береміз. Қазіргі жастар баласын қалай тәрбиелеуді білмейді. Оларға қазір сұраңызшы, 30-дан асқан, алдында баласы бар адамнан, неге балаңызға телефонды беріп, телефонның зиян екенін бәріміз білеміз. Осы отырған, иә? Бірақ сол телефонды біз беріп қоямыз баламызға, немеремізге. Неге бердің деген сұраққа қазіргі ата-ана не деп жауап береді? Білмеймін дейді. Білмеймін деген сөз, ол жауапкершілікті мойнына алмау деген сөз. Баланы қалай тәрбиелеу керек, балаға қандай сөз айту керек, соның барлығы осы сабақтарда айтылады. Өмірге баланы әкелдік па, ол баланы біз үйретпеу керекпіз. Ананы былай істе, мынаны былай істе, мынаны істе деп біз айтпау керекпіз. Ол бала, әрбір бала бізге ұстаз.
әр баладан біздің алатын өзіндік біліміміз бар. Сол кезде қандай сөздерді айтамыз, соның барлығын осы сабақтардан үйренесіз. Қарапайым басшы, жай ғана бір басшы, жай ғана кәсіпкер, мұғалім, психолог бұл өмірді өзгерте алмайды, сізді өзгерте алмайды. Сізді өзгертетін сіз өзіңіз ғана. Біз бәріміз біріксек, Суперджамптың ұлы мақсаты бар. Сол ұлы мақсатына біріккен кезде біздің өміріміз, сіздің өміріңіз өзгереді. Бұл не деген 8 жаттығу, бұл не деген жаңа керемет дүние, бұны шығарған кім, оны бастаған кім деген сұрақ туындауыңыз мүмкін ішіңізде. Бұны ашқан, бұны бізге 8 жаттығуды табыстап, біз оны 8 інжу маржан дейміз. Осы 8 інжу маржанымызды бізге берген Владимир Викторович Довган деген кісі. Ол доктор экономических наук, экономика ғылымдарының докторы. 3 рет долларовый миллионер болып, 3 рет көтердіп, 3 рет нөлге түсіп кетіп, қайта көтерілген адам. Ол кісі осыдан 20 жыл бұрын осы жаттығуларды әкеле бастаған кезде, осы жаттығуларды зерттей бастаған кезде, бұл жаттығуларды зерттеп бізге жаңағы жеткізу үшін ол кісінің 39 жыл уақыты кеткен. Сонда 20 жыл бұрын ол 100 баланы 20-дан асқан баланы алуға болмайды деп, ол тек қана мектепті жаңа бітірген балаларды алады. Сол кезде ғана біз балаларға білімімізді беріп үйрете аламыз. Одан кейін өсіп кеткен адамдардың, буыны қатып кеткен адамның, оның басында 1040 сұрағы бар, оның сұрағына жауап іздеп жүрген кезінде өмірінің жартысы кетеді. Маған керегі 16 жасар балалар деп, мектепті жаңа бітірген 20 баланы алып, осы 20 баладан мен 80 долларовый миллионер шығаруға сіздерге кепілдік беремін деп, университетке 100 баланы оқытады. Стипендиясы бар, өзінің жатақханасы бар, оқу бар, бәрі тегін 100 балаға. Және ол оқуға түсу үшін, адамдардың ол оқуға түсу үшін бір орынға 3000 адам болған ғой. Бір орынға 3000 адам, сонда 100 баланы алу үшін 30.000 адамды іріктеп алған ғой. 30.000 адамның ішінен 100 баланы ғана алған. Сол 100 баланың ішінде біздің қазақтың жігіті де бар. Сол 100 баланы өз айтқандай долларовый миллионер жасады. Сол долларовый миллионер әркім өзінің елінде, өзінің жерінде пайдасы тиіп, жаңағы өзінің пайдасын тигізіп, өзі де бақытты болып, айналасындағы адамдарын да бақытқа кенелтіп отырған адамдар. Осы 8 жаттығуды алған адам ешқашан мен неге келдім, мен неге бұл жаттығуды алдым деп өкінбейді. Бұл жаттығулардың бағасы енді, жай ғана мектеп директоры, жай ғана мұғалім, жай ғана жаңағы кез келген маман, психолог, барлық олар өмірді өзгерте алады ма? Қарапайым адамдар, олар құтқара алмайды, оны өзгерте алмайды, миллиардтаған адамдарды біріктіре алмайды. Неге? Себебі ол адамсыз жаман емес, ол адам жақсы. Себебі ол адамға үлкен амбиция керек, күш керек, ауқымды білім керек, харизма керек, адамдарды сендіре білу керек, және өзінің артынан жетелей білу керек. Осы қасиеттің бәрін біз осы Суперджамптан үйреніп жатырмыз. Сіз бұл сабақтардың бағасы 100 доллар, ол кейде 50.000 болады, 51.000 болады. Қазір доллар өзі секіріп тұр ғой. 100 долларға сіз не аласыз? Бір ай сіздің кабинетіңіз ашық тұрады, бір ай сізбен 24-те 7 тәлімгерлер жұмыс жасайды, 10 күн сабақты аласыз. Кабинетіңіздегі бар ақпарат, ол енді теңдесі жоқ, интернетте жоқ, ол жаңағы бірегей ақпарат. 350.000 адам ол кісінің тренингінен өткен долларовый миллионерлердің сабағы. Жай қарапайым 5 жыл жаңағы психологтың сабағын, университетін оқып алып, сосын бар коуч тренинг ашып отырған адам емес, ол долларовый миллионердің елдермен сөйлескен, интервью алған, осы жетістікке қалай жеткен, өзінің жазған, қағаздай жазған 23 кітабы бар. Сол 23 кітаптың барлығы бар. Сол жаңағы кабинетте 50 мықты адамдармен сөйлескен, әңгімелескен интервьюлары бар. Және күнде таңертең ол кісі өзі аудио тренинг береді. Күнде таңертең ұйқыңыздан аша салып, ол кісінің аудио тренингісін бассаңыз, өте бізге өмірге қажетті ақпараттарды содан аласыз. Бір айдың ішінде талай ақпаратты алуға болады. 10 күндік сабақтың ішінде сіздің өміріңіз өзгеріп, өзіңізге өмірге деген
құштарлығыңыз өсіп, өзіңізге деген махаббатыңыз оянып, айналаңыздағы адамдарыңызға бақыт сыйлауға дайын тұрасыз. Оған сізге гарантия. Енді осы арада отырған адамдардың бәрі бекер келіп отырған жоқ. Осы кісілердің барлығының өмірінде өзгеріс болған адамдар. Қазір барлығына да бір ауыз сөз береміз. Қандай өзгеріс ал келді? Неге жаңағы алтын уақытын бөліп, қазір бала шағасымен отырмай, осы арада біздің алдымызда отыр? Не үшін? Сол сұраққа ғана жауап береді. Бір-екі адамға осы микрофонды беремін. Сосын сіздердің сұрақтарыңыз болса, осы сұрақтарыңызға біздің Жігер мырза жауап береді. Жігер мырза осында осы суперджамп деген дүние Қазақстанға енді келе бастағаннан бастап басы қасында жүрген адам. Қалай адам? Бұл кісінің алдынан сабақтан өткен адам. Бұл кісінің алдынан мықты спортшылар, әлемдік деңгейдегі спортшылар білім алды. Бұл кісінің алдынан президент, охрана президенті дейді ғой, солар келіп білім алды. Бұл кісінің алдынан небір мұғалімдер, небір дәрігерлер, қаншама жай қарапайым адамдар келіп білімін алып, рахметін айтып, алғысын жеткізіп, 2 рет медальмен марапатталған, Қазақстанның кәдімгі медальдармен марапатталған адам сіздерге осы сұрақтарыңызға жауап береді. Алдымен қазір 2 адамға сөз береміз. Неге келді? Қандай өзгерістер алды? Жалпы суперджамптан өзгеріс алды ма, жоқ па деп, осы арада отырған сол мен сіздерге мақтауын келістіріп Владимир Викторович Долгин деп айтып жатырмын ғой, иә? Сол кісіні көзімен көріп, қолымен ұстап, ол кісінің энергетикасын сезініп, ол кісінің сабағын алып, мен айтып отырған долларовый миллионер, қазақтың 2 долларовый миллионерінің ортасына барып, суретке түсіп, сол кісілермен дастархандас болып шай ішкен кісі осы арада Амангелді мырза. Сол кісі не істеп жүрген суперджампта? Не себеп ол кісі қазір біздің қасымызда отыр екен? Сол кісіден сұрайық. Ал Амангелді мырза өте дара, данышпан, артынан миллиондаған адамды ерте білген, аузы дуалы патша. Саламатсыздар ма? Жаңадан келіп жатқан, өзінің өмірін өзгертем деп келіп отырған жандарға сәлем. Бірінші. Мына суперджампқа мен 10 ай болды келгеніме. Басында бір танысым ссылка жіберген, сілтеме. Бірақ түсіндірген жоқ. Не бар, не ғой. Өз сыйласқан адам оған кіре салдым. Сонымен сабақтарға қатысып жүріп, осы 8 жаттығудың оңай екен, оны пайдаланған адамдар жақсы жетістіктерге жетіп жатқандарын көрдім, сезіндім. Сосын әрі қарай енді бұның мен енді аттап бірдей айтып кетейін. Сіздер енді қазір неге келгенін өздеріңіз айтасыздар ғой. Мен болашақта балаларымның өсулеріне қаражат жағынан, финанс жағынан көтерілетініне көзім жетті. Соған өзім бірінші кіріп, соны көрсетемін деп, осы суперджамптағы қалдым. Яғни бизнес демейміз бізде, енді сол жұмысымен айналысып кеттім. Қазір ең жоғарғы дәрежесі супер дейді ғой, суперстарда, супер интеллект тренер деген дәрежем бар. Айтып кетті Салтанат ханым, осы суперджамптың қатарында Грузияда Батуми қаласында болып қайттым. Сол жерде осы суперджамптың негізін қалаушы Долгин мырзаның қолын алып, құшақтасып, бірге суретке түсіп қайттым, ол рас. Сол жерде Құдай-ау, енді неше елден келгенін айта алмаймын, бірақ 500-тің үстінде адамдар болды. Соның ішінде Германиядан да болды, Қырғызстаннан болды, тіпті Португалиядан келді. Мына енді көп елден келді ғой. Украина, жақын жерден айтпай ақ қойын, алыс алыстан көп адамдар келді. Сол жерде менің ырза болғаным, қасында мына семейдің ақсақалы болды, менен үлкен. Екеуміз бүйтіп келе жатқанда алдынан бір енді орыс дейміз ғой, бір орыс әйел жүгіріп келіп тағы құшақтасып жатыр, аты жөні жоқ.
дереу қай қаладан боласыз деп сұрады. Сөйтсе, содан мен Қызылордадан боламын дедім. Ана кісі міне Семейден болады деп. Мен ракета ұшыратын жерден, ана кісі жаңағы атом бомбасын зерттеп жатқан жерден дедім. Күлді ана. Сөйтсем, неміс әйелі екен, Германиядан келіп тұр екен. Сол біздің Қазақстаннан екенімізді біліп, келіп, дереу құшақтап жатыр ғой. Шатастырған жоқ, ол ұйғыр екен деп, өзбек екен, болмаса басқа екен деп, неғқан жоқ, қазақ екенімізді бірден танып келіп құшақтады. Қырғыз әйелдер де ана бір лифтіден мінейін деп тұр екен, лифтіге. Бізді көре салып, ой, саламатсыздар ма деп амандасып, маған айтып, біз сізді танимыз деп. Сол сияқты суретке түскен кезде ешкім жоқ, мен түсе алмаймын, сізбен деп ешкім айтқан жоқ. Мына бізде үлкен жетістікке жеткен адамдармен суретке түстік енді. Кім болса да сөйтеді ғой енді. Атағы бар, жетістікке жеткендермен суретке түстік. Солармен түстік, Қара теңізде суға түстік, бұдан кемеге отырдық. Енді керемет мынандай не алып қайттық. Энергия, қуат, ана негізін қалаушы Владимир Викторович Долгиннің энергетикасы ана залдағы бүкіл адамға жетіп тұр ғой. Ана тіпті ана төрдегі есіктен де шығып кетіп жатыр десем, өтірік айтпаған шығармын. Сондай энергиясының күштілігі. Оның айтқан сөздері бәрі сабағы енді құнсыз. Оны қазір адамдар соның сабағын алып қалуға тырысып жатыр. Осы түсінген адам, осы супержапта отырған адамдардың бәрі соның сабағын алып қалуға тырысып жатыр. Енді бұл енді сіздер сәл бизнес жағына, финанс жағын айтқаннан кейін шамалы түсінбейтін шығарсыздар. Ал сіздер негізі өздеріңіз айтыңыздар, қандай мақсатпен келдіңіздер, қандай оймен келдіңіздер, соны айтыңыздар. Мен енді жаңағы тоқетері, мен өзімнің балдарымның болашағы үшін отырмын осы жерде. Ал енді өзім 67-демін, міне Қызылорда қаласынанмын. Мына денсаулығымды қуалап келдім деп өтірік айтпаймын. Құдайға шүкір, денсаулығым жақсы деп айтамын. Ал мына жерде отырып, соны нығайтып алдым. Жаңағы мен де ауырмаймын. Осы 10 айдан бері бір рет ауыратқан жоқпын. Бұрын белім ауыратын еді. Сол белім қазір ауырмайтынын да білмей қалдым ғой. Бел ауырым қайда кеткенін білмей қалдым. Міне осындай жетістігім бар. Енді Рахмет. Салтанат ханым, өзіңіз бере беріңіз, кімге сөз бересіз? Рахмет сізге. Міне көрдіңіздер ма? Сіздерге айтайын деген суперджампқа келгеннен кейін шешендік қасиеттеріңізде жаңағы ашылады. Бүкіл сіздің өнеріңіз ашылады. Көшбасшылық қасиеттеріңіз шыңдалады. Өзіңізге деген сенімділігіңіз артады. Міне сабақтар қалай өтеді дейсіз ғой? Сабақтар қысқа мерзімде 10-ақ күнде 1 сағат уақытыңызды бөлсеңіз, сіз өзгересіз. Өте ыңғайлы. Жаттығулар Zoom арқылы өтеді. Тиімді. Неге тиімді? Себебі қатысушылардың барлығы 3-ші, 4-ші сабақта уже деген нәтиже алады. Дейсіздер. Оңай. Жаттығуды кез келген жерде, бұл жаңағы физкультура екен деп шошып кетпеңіздер. Бұл деген оңай, кез келген жерде, анау президенттің алдында отырсаңыз да осы жаттығулар орындалатын жаттығулар. Тоқаевтың алдында отырсаңыздар да, сосын қызық, өте қызық жаттығулар. Бірінші күннен бастап көңіл күйіңізді көтереміз. Бірінші күннен бастап сіздің нейрондарыңыздың жұмысын өзіңізге жақсылық жағын ғана көрсететін жаққа қарай бұрамыз, нейрондарыңызды белсендіреміз, нейрондарыңыз сіздерді жақсы көретін болады. Өте қызық, бірінші күннен бастап қызық өтеді. Және қарапайым жаттығу, бұл жаттығуларды бала да орындай алады, бұл жаттығуды жастар да орындай алады, бұл жаттығуларды орта жастан асқан адамдар да орындай алады. Өте оңай жаттығулар. Көңілді өтеді. Сондықтан өздеріңізге 10 күніңізді қиыңыз. Өзіңізге көңілді күй, тура жаңа жылдың алдында тамаша көңіл күй сыйлаңыз. Бір көйлек кимеңіз. Бірақ осы жаттығулардан, осы суперджамппен танысудан қалмаңыз деп айтқым келеді. Себебі бұл жаттығулар
қаншама адамның өмірін өзгертті, қаншама отбасыларын сақтап қалды, қаншама жаңағы мен сіздерге айтайын, емтихан тапсыра алмай отырған оқушыларға емтихан тапсыруына көмектесті. Қаншама адамдарға, біздерге мысалға білмейтін адамдарымызбен жаңағы география дейді ғой, географиямыз үлкейіп, қаншама адамдармен танысып жатырмыз. Жігер мырза қазір өзінің тарихын айтып береді. Мысалға ол кісі ойлады ма, өстіп әлемдік деңгейдегі спортшыларға сабақ берем, миллионерлермен, миллиардерлермен бірге дастархандас болам. Одан жаңағы президенттің аппарат президентінің охранасына сабақ берем, олардан немене анау медаль алам деп үш ұйықтаса түсіне көрмеген шығар деп ойлаймын. Сосын депрессия, апатия деген нәрсе болмайды. Эмоциональды күйіп жанып кеттім. Қазір жастардың любимый сөзі немене дейді, анау выгорание дейді, декретный депрессия дей ма, бір нәрселер тауып алды ғой жастар, неше түрлі сөздер тауып алды. Оның біреуі де болмайды, оның бәрінің қайда екенін ұмытып кетесіз. Сізден бақытты, сізден көңілді, сізден жаңа жылдың алдында сізден керемет адам болмайды. Сіз өзіңізді өзіңіз танымай қаласыз. 2025 жылға сіз бақытты адам болып енесіз. Сіз сол неге осы уақытқа шейін, міне осыдан 1 сағат бұрын біз бір-бірімізге айттық, осы жаттығуларды оп-оңай екен ғой, қарапайым екен ғой, бәрі өзіміз екен ғой деп айттық. Сондықтан қазір сөзді өзінің нәтижесімен бөліседі, сосын сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Жігер мырзаға берейін сөзді, микрофонды. Жігер мырза. Рахмет, Салтанат Қаншайым, әлемнің ең бақытты жаны, ең сұлу Қаншайымы. Рахмет сізге, көп жасаңыз. Енді міне, шынымен де бұның бәрі рас, шындық. Оны кім біледі? Сол жүрегінен өткізген адам ғана біледі. Тексеріп, көріп, дәмін татқан адам ғана түсінеді. Оған дейін де түсінбеуі мүмкін. Өйткені сіз маған ол дұрыс емес десеңіз, сіздікі рас. Өйткені сіз оны тексеріп көрмейсіз, сенбейсіз, тексермейсіз, білмейсіз, кетесіз. Ал қашан сіз тексеріп көргенде, дәмін татқанда, сіз айтасыз, мынауың керемет екен, мен тағы да берші дейсіз. Өйткені сізге бір любой танымайтын тамақты әкеп берсе, не істейсіз бірінші? Бірінші дәмін татып көресіз. Сразу жемейсіз ғой, дәмін татып көресіз да, мынау дәмді екен, әкесі маған дейсіз. Сол сияқты тура осында кіресіз да, мыналарың күшті екен, мен тағы да өткім келеді, мен мынаны адамдарға таратқым келеді, балаларым үйреткім келеді, туған туысқаным үйреткім келеді, анау қиналып жүреді, сонда келемін деп бақытқа белшеден батасыз. Өйткені мен де сөйттім, менің басымнан өтті. Мен осы жерден қан тауырын жоқ қылдым, түгел жоқ қылдым. Жазылмайды, өмір кетпейді деген нәрсе жоқ. Ондай жоқ екен. Жазылмайтын ауру жоқ екен. Вообще ауру деген нәрсе жоқ екен. Осы 8 жаттығының арқасында соны көзіңізге жеткізесіз. Соны түсінесіз. Түсінбейсіз, ауру деген не екенін түсінбей қаласыз, таң қаласыз. Біз күлеміз, біреу ауырса қазір. Сондай болды. Өйткені өзім өмір бақи водитель болып жұмыс істегенмін. Водительдер Қазақстанға танымал, әлемге танымал болады деп ойламаппын. Осында келіп өзгергенде өмірім 180 градусқа өзгерді. Жаңа айттым ғой, Қазақстанның 2 медалін алдым ғой. Артында қандай адамдар отыр қазір. Бұл жерде барлық категориядағы адамдар отыр. Барлық категориядағы адамдар. Жастан қарыге дейін. Жаңағы жай жұмыскерден миллионерге дейін. Президент аппаратының охранары, президенттің саласында жүргендер, депутаттар, чемпиондар, өте керемет адамдар отыр. Өте қуаныштымын. Бұл жерде біздің 5 жаттығу, ол біздің бүткіл энергиямызды жоғарғы деңгейге көтеріп, иммунитетіңізді жоғарғы деңгейге көтереді. Сол кезде сізге ешқандай ауру келе алмайды. Және энергияңыз жоғарғы деңгейде адам ештеңеден қорықпайтын болады. Қалаулары жасалады. Бұл магнит сияқты жақсылықтардың барлығын тартатын болады. Магнит сияқты ақшаны да тартатын болады. Өйткені өте күшті деңгейге жетеді. 8 жаттығу адамның өмірін
180 градусқа өзгертеді деп ойлаймын. Үш жаттығуы солардың бәрі түсіп, жоғалып кетпес үшін сақтап отырады, ұстап тұрады. Оның біреуі өз ойымыздың қожайыны болу. Біз ойымызға қандай негатив ойлар келеді, сол бізде жасалады екен. Сол негатив ойларды жоямыз, өр кетеді. Тап-таза болады миыңыз. Екінші жаттығу, өз сезіміңіздің қожайыны боласыз. Ешкімге ашуланбайтын, ешкіммен ұрыспайтын, сабырлық түбіне келесіз. Сабыр түбі сары алтын деген. Сондай сабырлы боласыз. Үшіншісі, жаман ақпараттардан, улы ақпараттардан қорғану арқылы сіз өміріңізді өзгертесіз. Өйткені біз не көреміз, не ойлаймыз, солар жасалады екен. Соның бәрі өзгереді. Сондықтан бұл жерде 5 түрлі өзгеріс болады. Бірінші обнуление дейді. Бүткіл неңіз кетеді. Жаман, бұрынғыдан қалған жаман ақпарат түгел тазаланады. Обнуление дейді. Нөлге түседі. Екінші обновление дейді. Жаңа ақпарат кіреді сізге. Жаңа өмір, жаңа көзқарас, жаңа нәрсенің бәрі кіреді сізге. Үшіншісі трансформация дейді. Бұрынғы ескі жігерден жаңа жігерге өтесіз. Жаңа өмірге өтесіз. Трансформация ол сондай. Керемет бір бақытты әлемге өтесіз. Төртіншісі осознанность дейді жаңағы. Саналы өмірге өтесіз. Саналы. Барлық нәрсені ойланып жасайсыз. Керек нәрсені алмайсыз, тек қана керек нәрсені аласыз. Керек емес нәрсені алмайсыз. Ондайға жоламайтын боласыз. Керек емес ақпаратты көрмейтін боласыз. Керек емес жерге бармайтын боласыз. Барлығын жаңағы саналы түрде істейтін боласыз. Бесіншісі, постоянный счастливый состояние дейді. Постоянный өмір бақи бақытты болып жүретін боласыз. Бақыт нәлігіне өтті деген сол болады. Бар айтады анау. Жұмақ қана жаққа барған, жұмаққа өш жерде жұмақ өтіп аласыз. Өш жерден жұмақты көріп жүресіз. Жұмақтың есінде жүріп, бақыт әлемінде жүресіз. Енді керемет нәрсе. Сондай, Гүлшат ханым, тыңдадыңыз ба? Бәрімізде сол. Бірінші миды тыңдаймыз. Жұмысымыз болады, бір жаққа тартып кетеді. Өйткені неге? Алла тағала жақсы заттар алып келсе, бірінші арамызға шайтан араласады. Миымызды тартып ары қарай ойлатқызбай кете бастайды. Әр нәрсеге ар жаққа тартады. Бұл жер қиын, істемей-ақ қояқ дейді. А миды тыңдамау керек. Миды жұмыскер қылып жұмсау керек. Миды қожайын қылып тыңдасаңыз, ми сіздің қорғаушыңыз. Жаңа заттарға жібермейді. Жаңадан келген білім болса, қорқады, мен бұны танымаймын, керек жоқ, оқымай-ақ қой дейді. Жаңадан бірдеңені аса, оны түсінбеймін, керек жоқ, бармай-ақ қойшы. Қазір заманымыз жақсы ғой, үйде жатырмыз ғой, демалып жатырмыз ғой, шаршап жатырмыз ғой, бірдеңе нормальды ғой, жұмысымыз бар, кішкентай ақшамыз жетеді, қарыз болсайды, бірдеңе бәйтер бір қайта құтылармыз деп ми сөйтіп көндіреді. Ал егер миға жұмыскер қылып жұмсасаңыз, ол жақсы жұмыскер екен. Кредитін жап десеңіз жауап береді. Қарыздарды қайтарып десең қайтарып береді. Денсаулығыңды жақсарт десең жақсартады. Айға апар десеңіз айға апарады. Күнге апар десеңіз күнге апарады. Мені қорға десеңіз қорғайды. Неге? Өйткені сіз уже осознанно соның бәрін істететін боласыз. Саналы түрде істететін, білетін боласыз. 8 жаттығу соны түсіндіреді сізге. 8 жаттығу сізді жаңа өмірге алып келеді. Жаңа заманға алып келеді, жаңа нәрсеге алып келеді. Ол только миға арналған жаттығу. Қиындығы жоқ, тұрасыз, жаңағы жаттығуды жасай бастайсыз. Тұра салыспен, оймен. Сөйтіп күні бойы ой тазалау арқылы бойыңыз тазаланады. Ой тазалау арқылы өміріңіз өзгереді. Ой тазалау арқылы жақсы жетістіктерге жететін боласыз. Соны үйретеміз. 10 күн, 10 күн, 1 сағаттан ғана өзіңізге уақыт бөлсеңіз,
сизде колоссальный өзгөрүс болот. Үлкөн өзгөрүс болот. Соны түсүнүңүздөр. Биз неге осындай өзгеріп, өсіп жатырмыз. Мен мықты жұмысымдан шығып кеттім. Біреуге жұмыс істегім келмей қалды. Өзімнің тағдырымды таптым, өзімнің өмірімді өз қолыма алдым, өзімнің тағдырымды өз қолыма алдым да, өзім шешіп, өзім істейтін болғаннан кейін, мен біреуге тәуелді болғым келмей қалды. Жіпсіз байланып, біреуге құл сияқты жүргеннен гөрі, бостандықта өз қалауыңды жасап, өз өміріңізді сүріп, бақытты бола алады екенсіз. Сондай жағдайға сіздер де жетесіздер. Өте күшті нәрсе. Қан тауырын ешкім жеңген жоқ, мен жеңдім. Осында супержампқа келгендер жеңіп жатыр, қанттарын жоғалтып жатыр, опухолдар кетіп жатыр, грыжа кетіп жатыр, аяқ ауыру вообще ұмытылып қалды. Жоқ, бітті. Куча, букет аурумен келген адамдар, пачка дәрісімен келген адамдар, бәрін лақтырды, бәрін жоғалтты. Бұл жерде сіз дәріні ұмытасыз, поликлиника жол жабылады, вообще ұмытасыз. Ал егер акиматқа барып бірдеңеңіз шешілмей жатса, шешіледі. Басқа жерге барып бірдеңеңіз шешілмей, ол да шешіледі. Не қалайсыз, соны аласыз, не ойлайсыз, соны жасайтын боласыз. Бәрі істеледі. Барлығы. Оп-оңай өмір сүру болып кетеді. Оңай. Сұрақтар бар шығар енді, Жігер мырза? Енді сұрақтарыңыз болса, қалғанын оқу ретінде өздеріңіз жүректен өткізгенде түсінесіздер. Сондықтан маған сеніңіздер, сенбесеңіздер келіп, тексеріп көріңіздер. Сұрақтарыңыз бар ма, Гүлшат ханым? Мұнда жаңадан бір кісі келді, Пәтме ханым деген, шығып кеттім ол кісі. Салтанат ханым, жаңа 10 күнгі сабақ дедіңіз ғой, ол немене сабақ? 10 күнгі сабақ. Осы супержамптың сабағы ғой. Қашан басталады? Ол басталады. Бізде күнде басталады сабақ, күнде. А, Қай топқа үлгересіз, сол топпен бастайсыз. а, Иә. Айтып отырмын ғой, көйлек алмаңыз, жаңа көйлек. Осы сабаққа қосылыңыз. Жаңа өмір, жаңа жыл, қанша? жаңа тағдыр болады. Бір көйлекті бір-ақ тойға киесіздер ғой. Содан кейін ол Қанша? тойға қайтып кимейсіз. 50 мың теңге, 50 мың ба, 51 мың ба, білмеймін, ол $100 Мгм. бағасы. Ол сіз егер 10 күн сабақты өтіп, ол сабақ сіздің ойыңыздан шықпаса, жоқ мынаны мен қажеті жоқ десеңіз, сіздің ақшаңыз қайтарып беріледі. 100% қайтарылады. Ал бірақ сіз ондай әңгіме айтпайсыз уже. Екінші сабақта көңілді болып, мен білмеппін ғой. Өте күшті, өте керек. Жақсы. Гүлшат ханым, Қандай сұрағыңыз бар басқа? Сабақтан басқа. Сабақтан басқа білмеймін әлі. Мен Бар ғой өзі- іште, 1040 сұрақ бар ғой, Аманғайша ханым. Бар ғой. Аманғайша ханым, кім, Салтанат Қаншайым, Аманғайша ханым, ол интеллект тренер емес пе? Гаухар солай ханым. ма? Мастер, Иә, Гаухар ханым, тұра тұрыңыз енді. Өзіміз білеміз, не болады, не қоятын да. Гүлшат ханым, мен мастермін. Негізінде осы мастерлікке сол Сарбия ханымның сүйреуімен жеткен негізінде. 8 жаттығуымды өткем де жоқ. Сарбия ханым деген ең мықты адам ғой. Ол Мықты адам. Ол Ол кісінің кісі аузы ұстап ашылса, маған. ол Мен кісінің ол кісіге еркелеп жүрмін. аузы ашылса, жүрегі көрініп, ол кісінің сабағынан өтуге жұрт деген очередке тұр ғой. Иә. Ресей, бүкіл Монголия сіздің сабаққа қатысуға бола ма деп Сарбия ханымның алған нәтижелері өте көп. Өте көп. Ол кісі бізбен сөйлеспейді, уақыты жоқ. Ол айтады, тұра тұрыңдар, мен деген адамдар күтіп отыр. Мен қанша адамдарға ақпарат беруім керекпін, мен қанша адамды бақытты қылуым керекпін, білесіңдер ма? Тез қозғалыңдар. Ол кісі мұғалім болған адам, білеміз. Ол Иә. кісі біздің ассоциацияда білмейтін адам жоқ. Айтады ғой, Жанымда жүргеннен кейін бе, көп тыңдаймын. ауылдағының ауыз сасық деп, сіздер менсінбей жүрсіздер ол кісіні. Ол әлемге белгілі адам, әлемге аты аңызға айналып, Владимир Викторович Довгинмен ол бір кісі ертең миллионермен отырып шай ішеді, миллиардермен отырып ол кісі шай ішеді. Қатар сондай еңбегі сіңген
осы компанияға? Үйіне барсам, ана жерге де жазып қойған, мына жерге де жазып қойған, ұмытпайсың еш нәрсені. Түгелін қайталап отырсың, күлкіні де О, жазып қойған, су ішетін суын да жазып қойған, вот холодильник, есік, бәрі толып тұр ғой. вот сол кісінің істегенін Жау істеңіз. қалсын дейді маған. Иә. Ал Гүлшат ханым, сіз не дейсіз? Бастаймыз ба сабақты? Өмірді өзгертеміз ба? Вау дейміз ба 25-ші жылы? Окей. 25 жылы үлкен өзгеріс болады. Сол 25 жылға дейін өміріңізді өзгертіп алсаңыз, 25 жылы сізде мықты жыл болатын болады. Сондықтан біз шырылдап жатырмыз. 10 күн сабақ алыңыздар да 25 жылға жаңа адам Иә. болып кетіңіздер. Біз деген өзгертіп Жаңа алдық, жылға. өзіміз өмірімізді өзгертіп алып, риза болып жүрміз. Енді осындай адамдардың саны көбейсе екен деп жүрміз. Өйткені 25 жылы квантовый скачок дейді, секіріс мықты болайын деп тұр. Өте мықты. Сондықтан осы жылы, қазір азақ күн қалды 25 жылға. 10 күн ғана қалды. Ол 10 Соңғы потокқа үлгересіз деп қояйық та. соңғы потокқа последний пойызға мініп қалыңыздар. Гүлшат ханым, кәні микрофонды ашыңыз да тез-тез қойыңыз, өйткені біздің қазір уақытымыз бәрі уақыт қой. Сосын Иә, біз- жекеде де сөйлесеміз екеуміз, бірақ осы Жігер мырза жауап берсе, ол мықты жауап береді. Иә. Енді қазір Мына жерде Айткүл ханым отыр, қандай мықты лидер. қазір ешкім кішкентай бала емес, мамамнан сұрайын, папамнан сұрайын деген. Сіз уже ересек адамсыз, өмірді көрген адамсыз, бәрін білесіз, сіздің шешіміңіз ғана қабылданады. Сіз баламнан сұрайын, анадан сұрайын дедіңіз, онда қалдыңыз, пойыздан қалдыңыз. Өзім шешім, өзім істеймін десеңіз, Алла тағала сол қалауыңызды жасап береді оп-оңай. Сондықтан Аманғайшы ханым, сізде 8 жаттығуды полный өтіңіз. Жүре бермеңіз. Анаған тыңдай тұрайын, мынадан тыңдай тұрайын. Ол істелмейді ол. Никогда. Сарбия ханымның істеген істеңіз шынымен де. Только вперед. Алдыға жылғыңыз келсе, алдыға қарай жүресіз. Алдыға жылғыңыз келмесе, оны артқа қарай кетесіз. Бірақ маршрут бар адамда. Алдыға жүру. Алдыға ғана. Только алдыға. Жан жаққа қарамау керек. Кім не істеп жатыр, кім не қылып жатыр. Жоқ, мен алдыға Не жүріп дейсің, өсем. айтшы. Алдыға Не жүріп дейсің? көтерілем дейсіз ба? Онда сіздің қолда ғана. Сіздің ғана шешім ғана. Артқа қарайсыз ба, жалтақтап қалдыңыз онда. Баяғы өткен заман өтіп кеткен, ол қайтып келмейді еш уақытта. Қайтара алмайсыздар. Өткенді қайтарып ешкім көрмеген. Өткенді қайталап жүріп өзінде істеле берген. Өткенді ойлап жүріп өзіне жасалып жатыр қазір. Ал өткен нәрсе өтіп кетті ма? Бояу сіңді ма? Жіберіңіздер де тастап жаңа жол іздеңіздер. Жаңа жол іздеңіздер. Бұрынғы жолдармен адасып жүрсеңіздер, жаңа жол іздеп, жаңа жолға түсіңіздер. Осы міне жаңа жол сіздерге. Бақытқа апаратын, байлыққа апаратын, жақсылыққа апаратын осы бір-ақ жол бар. Бір жол. Ол білім. Білім алу жолы. Өмірді өзгерту жолы. Осы ғана. Сондықтан қалмаңыздар. Пойыздың соңғы билеттері сатылып жатыр. Ілініп қалыңыздар. Еще арзанға. Негізгі бағасы бұл соңғы билеттің түрегеп тұратын жердің билеті ғана. Соның өзінің бағасы қазір 50-ге түсіп тұр ма? Кейін ошқын көрді. 500 мыңға көтеріледі. 500 мыңға. Кезінде сандарыңызды сабап қаласыздар соның кейін. Қап, сол кезде айтып еді. Кіре салмаған ақыр оқитын болдым, не істеймін дейсіздер. Бәрібір келесіздер айдан. Осында келеді. Бүткіл әлемнің адамдары келеді. Өйткені өзгер өте күшті болып жатыр. Ал Гүлшат ханым, сұрағыңыз бар ма? Шығып кетті ойыңыз. Интернет болмай тұр оқысың кішкене. Ақпаратты алды. Ол кісі күшті жетті. Керемет. Салтанат қаншайым күшті айттыңыз. Дұрыс айтады. Самый счастливый билет. Енді осыны миыңызға жазып, барлық адамға жеткізсеңіз, Гаухар ханым. Жақсы, рахмет, иә, осымен мен. Өзіңіз ғана айтып қойып жүрмей, жеткізіңіз бәріне, таратыңыз. Счастливый билет сатып отырмын. Рахмет. Алла разы Рахмет. Айттыңыз, иә. Рахмет.
Ой, мына біз көшіп жатырмыз ғой, соның арасында отырып, әйтеуір бір бала мені телевизор жоқ, бұрынғыдай кино көр деп отырып қоятын. Біреумен кітап оқып отырып, арасында ақпарат жіберіп отырып, өзіңдердің шығып жатқаны ғой. Әзір холодный контактпен жұмыс істеп жатырмын. Бір жағынан көшіп жатырмыз, бір жағынан өзім сабақтарым бар беріп жатқан. Қызық болып Молодец, жатырмыз. жарайсыз. Сонда Иә. да сол барлық қыздардың ішінде сіздің ғой жаңа адамыңыз келіп жатқан. Мықтысыз. Алла жемісін берсін енді. Әумин, Саналарын әумин. ашсын, Иә, зейінін ашсын. бәрімізге де, иә. Иә, еңбегіміз еселенсін, елдерге пайдалы болады. Ертең задание 2 Иә. адамнан алып келу 9-ға. Окей. 2 адамнан, Эльмира ханым, жалынасыз ба, жылайсыз ба, аяғынан түйесіз ба, әйтеуір алып келіңіз 2 адам. Аманғайша ханым, сізге де 2 адам. Эльмира ханым, Гаухар солай деп ханымға айтсаңызшы. 4 адам. Анау, соны айтайын деп тұрмын мен, бағанағы Өздері коуч айтты ғой. Бағанағы коуч айтты ғой. Мен любой адамды деді, любой 50-ден асқан неше баласы болса да, любой адамды күйеуге шығуына мүмкіндігі, я могу помочь ей выйти замуж деді ғой. Мен айтамын, мә, мықтысыз. Соның адресін берші, Салтанат Ханшайым. Берем. Телефон номерін берем. Бәріміз Амангелді мырза үйленіп, мен күйеуге тиіп, кім бар тағы да? Ай, былай істейік та, Оғыз Досараға. Асыл Досараға алып келейін да осында. Иә, алып кеш. алып келші. Соның кейін Әйтеуір, күйеулері барлар да шығып кетпесін әйтеуір. әйелі барлар тоқалар. Айда. Армандарың күшті екен деп. Сен біреуге жете алмайсың, себебі армандарың Кенжегүл қабағын ұшты olur. Дәмесінің дорын қара деп. Гаухар ханым, Ау, фокус, Дубай, қоя тұрыңыздар. Сен басқаны. Амангелді мырза, фаундер болатын жігіт болатын шығар. Ертең соғызды алып келейін осы араға. Күйеуге шығатындар бар деп, иә? Иә, Сізге Бай балайық, сосын байға тиесіңдер деп отыр ғой. мен ана жігіт келіп фаундер болса, мен де фаундер болам ғой. Бірге кетеміз Дубайға. ну, одно другому не мешает. Есенияға жігіт кепті ғой. 3 айда күйеуге шықты ғой Есения. Иә. 3 ай. Салтанат Ханшайым, Ау. бұл жерге Гаухар ханым келіп арман орындалған. Кажется, неправильно мечтал. Поэтому қайтадан Онда қой снялась. Все, ребята, мое время истекло, 1 сағат болды. Жақсы, рахмет. Я вас покидаю, я вас всех люблю. Жақсы, ертеңге дейін. Сәттілік. Сау болыңыздар. Естай алмайтын болдық қой. Ұйықтамаңыз. Онда ертең 9-дан ерте кірмесеңдер есік жауып тастаймын. Зато қандай күшті күліп алдық. Ерте кірмесеңіздер күйеусіз қаласыздар. Ондай, Жігер мырза, ондай жаман сөз айтпаңыз. Тек қана жақсы сөз айтыңыз. Тәртіптілер ғана күйеуге шығады. У кого дисциплина ма? Ну, керемет. Иә. Есіңізді, Эльмира ханым. Көп нәрсені үйреніп жатырмыз, көп нәрсені біліп жатырмыз. Шынымен де только біздің ғана қалауымыз жасалады. Негізі мен бір кісіні бүгін шақырғанмын. Ашық тұр ма аузым? Аузыңыз ашық тұр, иә. Шақырғанмын, ол кісі очень умный, білмеймін. Көрейінші дейді ғой, көр дедім.
Сосын бір сұрақтарды қойды. Егер сол жерде қоярсың сол сұрақтарды деді. Сонымен что-то Гаухар ханым, ондай кезде третий мені қосыңыз. Обязательно. Ол келмей қалуы мүмкін ол. Уже басқа мнение кетеді. Мына білмесе, аяқтан қайтып біледі деген сияқты шығады. Сондықтан қазір мен мықты наставникті қосам, сұрағыңызға жауап берген. Бәрінде. Бітті. Сол жерде шешіп беру керек. На месте. Мен сіздерге айттым ғой, любой момент, любой жерде болсам да, сіздердің звонок маған важнее. Маған супержамп важно. Президенттің алдында болсам да, звоноктарыңызды алам әбден. кешегі Гүлжамал ханым көп вопрос задавать етті ғой. Иә. Сонымен тройка болып шығайықшы. Ол Иә. мықты. Енді айтып отырмын ғой, тройка всегда работает. Жақсы жұмыс істейді. Мынандай көп жер тоже может быть жұмыс істемей қалуы мүмкін да. Тройка өте Иә. Я андай Гербалаевты ішкізіп, адамдарды худеть еткізіп жатыр ғой. Гүлжамал ханым өзі емші, вот мынандай емші. Болды. Болды. Білеміз ғой, қайтып сөйлесетінімізді. Емшілермен түсіндік қой. Только Алла тағала туралы айтпаңыз. Жоқ, ондай кезде мен білемін ғой, кімге не айтатынын білемін. Кімге не үшін не сөйлейтінін білемін. Ол кезде мен оларды шынымен де көтермелеймін, мақтаймын. Білемін ғой мен, қаншама адам келді, мен алдымда өтті. Кімге не сөйлейтінімізді түсіндік. Әртүрлі мінезді адам келеді, әртүрлі мінезбен қарағысты сөйлесеміз. Ол жағынан уже профессионал болдық. Керемет, бағана 11-де де күшті әңгіме айттыңыздар, күшті не айттыңыздар. Айткүл ханым өте керемет, күшті. Иә. Фаундер бол. Айткүл ханым сізге уже фаундер бол керек, быстрее. 11-де мен кеш кіріппін, білмеймін что-то. Қызып кетіппін. Сіз қазір енді несіне микрофонды жұлып алдым ғой. Я что-то білмеймін. Сондай настроениеде кірдім ба білмеймін ғой. Сіз деген қазір өмірдің несіне мас болып жүрсіз ғой, бақытына. Басыңыз айданып, жүрегіңіз айнып. Аленный огурцайға тартып что-то. Жігер мырза, ол да жақсы не екен? Жақсы. Конечно, жақсы. Сол, рахмет онда келгендеріңізге. Мен анау миллиарды лидеровқа бір биді жіберіп едім ғой, сөйтсем аман келді мырза. Ответ күшті жазған ғой. Бірталай күліп алдым. Сәттілік, жақсы жатып жай тұрыңыздар. Түстеріңізде фаундерді көріңіздер, Дубайды көріңіздер, түстеріңізге кірсін. Онан кейін арттарыңызға жазылып жатқан топырлаған адамдар кірсін түстеріңізге. Жаңа Айбол кірмеді ғой кешкісін. Айбол қалада жүрінде жұмыс бабы менен. Енді Айбол де настроениңіз түсірмеңіз, басқа адам келеді. Бетіңізді ашып отырыңыз. Бұрынғы неге? Мені сабаққа қоспай, атсаппыға қалдырып отырсыз ғой, күйеуі шығып кетеді деп қорқып. Жоқ, сіз деген бәрі бетіңізді ашпайтын болған ең қосқан жоқпыз. Бұл что-то Сәуле ханым, что-то бұрынғы неге неғып бара жатсыз? Жоқ. Бет ашар жасаймын сонда. Ну, баяғы офисіңіз қайда? Кім естімейтін, ешкім көрмейтін офисіңіз бар еді ғой, ішінде отырып алып. Қырқымнан шығарыңыздар онда. Мен қазір қаладамын. Түсінікті. Все онда, сәттілік.
Жақсылық, ертең 11-ге жақсы идеялар ойлап келіңіздер. 9-ға 2 адамнан, Гауһар ханым 5 адам деді, 5 адам. Күндіз тройкаларыңыз болса звондаңыздар. Жұмыс істейік. Ауындар тезірек болайық, билет алайық, қымбаттамай тұр. Давайте, тез. Иә. Пятизвездочный отельге алайықшы. Қайырлы түн. Ау, Адам Қайырлы түн. қайырлы түн. звездочный. Айткүл ханым уже басын жастыққа тигізіп жатыр. Енді күйеуге шығады деп айтқасын, енді күйеу араларын істейді деп переживать етіп отыр. Күйеуге шығады деді, Сәуле ханым, содан кейін бетіңізді ашты, мені де ұмытып кетпесін деп. Ана немерем ғой әкеп жастыққа жатқызып үстімді жауып жүрген жаным о. Жатсайды. Жат болды дей ма? Ал жақсы онда, сәттілік бәріңізге. Сәттілік, күндеріңіз түндеріңіз бақытты тыныш болсын. болсын. Қызықты күн болсын ертең сізде. Ғажайып, Әмин, әмин. ғажайып.